Жаңа в общем TikToktан көріп қалғам ғой. Бір жұп в общем қосаяқта танысқан ба, табысқан ба, сондай үйлену тойлар болайын деп жатыр екен да. Соны YouTubeға сатайын деп жатыр екен да, ақшаға ше. Ондай адамдар болсын не жеп жынды боласыңдар ей, соны сатаймыз, ойбай бізді бүкіл СНГ көреді дейді. Біздің халық алдында жүргеннен кейін біздің өмір қиын негіз, блогерлардың өмірі дейді. Сәл кішкене көкіректеріне нам пісіп кете салады екен да, сондай адамдардың ше. Сөйтіп сәл атақты болып, сәл халық алдында жүрміз. Енді біздің тойымызды ютубтан көргісі келетін, сатып алғысы келетін адам деген жетеді дейді да. Зачем сен оны халықтың алдында жүрсің ба? Өзіңді мықты көрсетіп жатсың ба? Оны былай-ақ көрсетсе, оны сатам деп жыртылмай деймін бе. Бүкіл СНГ көреді, біздің подписчик 2 миллион подписчик болып кетсе, вообще адам танымай, ешкім танымай кете ма деп ойлаймын да. Сондай адамдар бір шадырды айтырады, нервті ұрады. Заман күшті ғой, өзің шаруалармен кетесің. Сондай шеф Жансаяны заказ еттік. Қазір қыздары келіп, дастархан тарс посудаларды өзінен тамақтарын тарс жасап келіп, дайын тамақтарды. Ой, қандай күшті дамыған заман. Біздің кезімізде деген достар бұрын жүретін едік қой. Бүткіл шаруаны істеп. Қазір барлығы жеңіл ғой. Сіздерде той беретін болсаңыздар, ән айтуға шақырып жатыр, қазір халқын қайтадан жалғастырады. ары қарай не айтайын? Сенімден жүрегімнің ауырғаны. Үйінде тыныш жатқан, декретте жатқан адам шығарып аласың ғой. Айдана шық жұмысқа деп. Жақында болсаң, жаным, бау берік болсын, красавица. Шашымның мастері шығарып алып бүгінге күшті прическамды жасатып жатырмын. Алла жасы. Сонымен біздің құдалық бүгіндікке тамам. Барлығы аяқталды, күшті өтті. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Ертең бұйырса бізді үлкен той күтіп тұр, ұзату той. Бұйырса одан кейін енді одан да үлкен той болайын деп тұр, Алла қаласа. Айтпақшы достар, мен бірдеңе айтқым келіп тұр. Алдындағы менің свадебный көйлек киіп жүрдім ғой. Сол көйлекті көбіңіз сұрайсыңдар. Свадебный көйлегіңізді таппай жүрмін. Қайда, адресі қайда? Тағы не істейік? Ертең той осыған дейсің. Ертең бұйырса той екен. Хан бәріне кете береді. Еще командасымен 5 в 1, 5 в 1. Сондай болып жатыр. Ыдыс-аяқ жуатынымыз бар, сонда келсін. Қыз жолдас и біздікілер. Жезделерінің қалталарын қарап отыр. Жезделерінің қалталарын қарап отыр. Апаларына қарауға болмай ма екен? Қайнапаларына қарауға болмай ма екен? Күйеуі тонап жатыр. Жезделерін. Ал менің бүгін құдалыққа киген көйлегімді бәрін сұрап отырсыңдар ғой. Бірақ менен гөрі апама күшті жарасып тұр екен. Орамалымен келін болып кетіп баратсың ғой, жақсы деп. Образымды сыйлыққа беріп жатыр.
Енді мен келін емеспін ғой. Әрқашан деп, мынау біздің ақтан жарымыз. Күйеу ағамыз келді. Күшті қоржындары бел. Бір лифт қоржын болып тұр. Жігіт Жолдас па? Қош келдіңіз. Ал мына жақта жастар. Күйеу бала таныстыру. Күйеу бала көрсету. Амандасады. Ал күйеуге көрімдіктеріңізді аямаңдар ғана. Анау Елдар деген міне сіздердің күйеу балаларыңыз. Жайын жүрек міне екеуі қосылып жатыр, сіздің қыз бен біздің бала. Менің ағамның екінші ұлы. Бұл да албан қызыл бөрік. Мамасы. Руку подними. Елена. Елена. О!